Бұл әлемдегі ең жалқау ел. Жалқаулығы сонша, жерге түсіп қалған ақшаны да көтермейді. Бұл Швейцария, әлемдегі ең бай және өмір сүру деңгейі ең жоғары елдердің бірі. Бірақ олардың жоғары табысы оларды өте жалқау әрі ақылды халық етеді. Швейцариядағы адамдардың көпшілігі біз сияқты таңертеңнен кешке шейін жұмыс істемейді. Тіпті олар жұмысқа барса да, олардың апталық жұмыс уақыты 3 күннен аспайды. Швейцарияның да сиқырлы ережелері бар. Егер сіз жұмыс істемеуді шешсеңіз, ел сізді жеке тұлға ретінде таныса, сізге ай сайын 2000 франк жәрдемақы беріледі. Бірақ көптеген адамдар банкке барып, бұл ақшаны алуға да тым жалқауланады. Бұл мәселені шешу үшін Швейцария 2016 жылы міндетті таратуды енгізді. Алайда бұл жергілікті тұрғындардың 70%-ның наразылығын тудырды. Олар тіпті көшеге шығып, наразылық танытты. Олар жәрдемақы сұрауға тым ұят екенін алға тартты. Өйткені оларға өздерінің табысы жеткілікті еді. Сіз қалай ойлайсыз, жергілікті тұрғындардың бұл ісі дұрыс па? Комментарийге жазып кетіңіз. Осындай қызықты ақпараттарды біліп отырғыңыз келсе, Қазақ баласына тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.